Сәлем құрметті достар, бүгінгі біздің тақырып баланың жауырынына жабысу туралы. Және де ол не үшін жабысады, оны күту жолдары, жабысудың алдын алу. Осы болмақ, яғни балалардың көбінде жауырынына жабысады. Ол қозғалыссыз бір қалыпта жату. Мысал үшін кейбір аналар балаларын бесікке салады, ұйықтайды екен деп 5-6 сағат бала қозғалыссыз қалып қояды. Одан кейін тағы бір шығарып 1-2 сағаттан кейін тағы салады деген сияқты. Осылай ұзақ бесікте жату баланың жауырынына жабысуына әкелуі мүмкін, немесе құндақтап баланы босатпай күні-түні орау, ол дағыны баланың жауырынына жабысуына әкеледі. Сондықтан да баланы ораңыздар, бесікке салыңыздар, салма деп тұрған жоқпын, бірақ та әр нәрсенің өзінің бір белгілі бір мөлшері, реті болу керек. Мысал үшін 3-4 сағат бесікте жатқан баланы бесіктен шығарып, демалдырып, кішкене қол-аяғын босату керек. Бала өзінің қол-аяғын қозғалтып, кішкене сергу керек. Және дағыны баланың жауырынына жабысқан кезде белгілерін айта кетейін. Біріншіден, сәби қолдарын толық аша алмайды. Өйткені оның жауырынына жабысып тұр, сол үшін ол қолын толық аша алмайды. Және де баланың жауырын жағына қол тигенде, былай шалқасынан жатқызған кезде, баланың мазасызданып жылауы, шалқасынан дұрыс жата алмай, ұйқысының қашуы, түнде ұйықтамай, кей жағдайларда температура, дене қызуының көтерілуі де осы кейде жауырынның жабысуынан болады. Сол үшін бала туған кезде, кіндігі түскеннен кейін 40 күн баланы шомылдырып, кезектестіріп, тұзға, сабынға, шөпке, осы 3 немемен шомылдырамыз ғой баланы. 40 күн әдемілеп күтіп, шомылдырып біткеннен кейін баланы құрғатып, май жағып, баланы қатты емес, белгілі бір мөлшермен қол-аяғын сергітіп, созып, сылап сипап тұру керек. Бұл жауырын жабысудың алдын алады бізде ең бірінші көмек балаға деген. Және де баланы кішкене екі бетінен жатқызып, бір күн 5 секунд, екінші күні 10 секунд, үшінші күні 15 секунд, солай баланы екі бетімен жатқызып та үйрету керек. Осы кезде жауырын жабыспай, баланың омыртқасы, мойын сүйектері қатып, бала өзін жақсы сезінетін болады. Баланың жауырыны қатты жабысқан кезде бір курс массаж, яғни 10 күн массажда баланың жауырынын жабысқанын ашуға болады. Бұны сіздер өздеріңізде байқап көріңіздер, балаңыздың жауырыны жабысты ма, жабысқан жоқ па деген сияқты. Бала шалқасына жатқанда мазасызданып жылауы, ол жауырынның жабысқанның белгісі болуы мүмкін. Мен сіздерге бұны біраздан кейін жауырын қалай жабысады, жабысқан кезде қандай жағдай болады, және де жабыспас үшін қандай массаж жасау керек, соны көрсететін боламын. Неге осылай баланы ішпен жатқызамыз, сосын қолымызды ақырын қайырамыз да, үстіге қарай қайырғанда осы жауырынның бұрышы көріну керек. Бұл осы жауырын жабысқан жағдайда бұрышы ашылмайды. Және де баланы жуындырып, сылағаннан кейін 40 күн кезінде өстіп, екі қолын өстіп үстіге көтеріп, жанға созып, астыға өстіп ақырын созып тұрамыз.